Ben жаңағыдай да міне шықты ма? Енді ет çıkады онда қара. Шықты ма? Енді блокқа бар. Жоғалып кеткен ба? Міне осы кезде 99% гарантия бере аламыз да, осы кезде кетті деп. Осы кезде ашсам болады. Бірақ енді тағы да ескертіп айтамын, жаңа айттым ғой. Бірден машинаға кіріспе, бірінші адаммен алса болу. Ол клиентке мына дауыс жаңа іште тұрғанда қатты естіген жоқ бұнда. Сен мынаны істеп берсең, сен адамды 1 миллион шығыннан құтқарасың. Бірақ ол сен ғана білесің да, сенің оны клиент білмейді. Клиентке соны жеткізу керек, жеткізе алмаса ол саған келген себебін білу керек бірінші. Не үшін келді? Бұл жағдайда вибрация үшін келеді. Вибрация мен келді, вибрация деп. Бұндай тықылдаған балансир вибрация бермейді. Шашылған балансир береді вибрация, ол тықылдамайды. Шашылған. Немесе ауыстырады, бір слесарьлер меткісін дұрыс қоймайды ғой. Сола вибрация береді, ол тықылдамайды. Тықылдаса вибрация бермейді, осыны түсініп алды. Ол вибрация деп жатса, еще тықылдапса вибрацияға қатысы жоқ, сразу айту керек. Өйткені клиент әбден менің видеоларымды көріп алады, менің сияқты слесарьлер бар. Сеніп алады, вибрация осыдан 1 миллион көріп алады да, болды. Сонымен саған келеді, істеп береді. Ой, сен айтқан барлығы сенің вибрацияң кеткен жоқ дейді. Осы мәселені шешіп ал.